бір жасағаннан осындай әдемі пицца жасауды үйренеміз бүгін. Жұмсақ, өте нәзік, балаларға да жеуге ыңғайлы. Осындай жұмсақ пицца жасап көрсететін боламын. Енді сіздерге осыны жұмсақ пиццамыздың жасалу әдістерін көрсетеміз. Енді сіздер жегенде аузыңнан дәмі кетпейтін пиццамыздың құрамына 2 түрлі сыр, сосисканы үгітіп алдым. Және қаймақ, ас содасы, сосиска мен колбасалар, ұн және кетчуп, майонез керек болады. Тұз салуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерге жасалу барысын айтып өтемін. Ұнымызға ең алдымен қаймақ пен майонез қосатын боламыз. Екеуін қосып жақсылап қамыр илейміз. Бастайық, бисмилля. Қаймағымызды салып қойдық. Енді осының үстіне тұз саламыз. Шым-шым тұз болса болады. Одан кейін аз ғана ас содасын саламыз. Араластырамыз осыларды. Және үстіне майонез қосамыз. Майонез қосуды ұмытпаңыздар, өте майонез шамалы қоссаңыздар да осы пиццаға жұмсақ көрініс беретін болады. Араластырайық, бисмилля. Пиццамыздың қамырын илеп жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болады. Мен сіздерге қазір дайын болғаннан кейін, илеп болғаннан кейін көрсетемін. Біздің қамырымыз дайын. Өте жұмсақ болады, мінекейіңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай. Жұмсақ пиццаның қамыры дрожжсыз. Только ас содасын қосып істедік. Қамырымыз дайын. Енді осыны табаға салып жаямыз. Қолмен жаясыздар. Пиццамыздың қамыры осындай табаға салып қойдық. Енді осының үстіне майонез бен кетчупты құямыз. Кетчупымызды құйып жатырмыз. Енді осының үстіне майонезімізді қосып қоямыз. Мен ол ренжті екеуін бірге істеймін. Осы екеуін бірге жағамыз. Араластырып жібереміз дағыны. Мінекейіңіздер жағып болдық. Енді кетчупымыз бен майонезімізді үстіне сырды саламыз. Сіздерге айтқандай 2 түрлі сыр деп айтқанмын. Соны ең біріншісін салып жатырмын. Одан кейін үстеріне сырым колбасамыз бен сосискамызды саламын. Барлық жеріне жеткізіңіздер. Сырды сөзде сіздерге әдемі болып шығатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай мен сырым бастапқы ең бірінші сырды салдым. Енді осының үстіне сосискамызды саламыз. Колбасамызды. Колбасамызды салып болып қалдық. Енді сосискамыз. Бала шағаға өте жеуге ыңғайлы. Сәндеуін өз қалауларыңызша сәндейсіздер. Помидор қоссаңыздар да, жүгері қоссаңыздар да, тауық етін қоссаңыздар да болады. Мен тауық етін жүгеріні қоспадым. Только сыр колбасадан осындай әдемі пицца жасап шығардым. Енді осыны үстіне сосискамыздың бағана әлде үгітіп алғанбыз, соны саламыз. Араларына. Бала шаға сосиска, колбаса деген жақсы көретін болса, осылай істесеңіздер болады.
салып болдық. Енді осыны пешкеге 200 градусқа салып аламыз. Біз салып болдық. Ендігіде сырымызды, колбасамызды бәрін салып болдық. Енді только бір ғана сыр қалды. Енді осыларды апарып пешкеге 200 градусқа беті шамалы қызарғанша қарап тұрасыздар. Кеттік. Біздің пиццамыз дайын болды. Енді осы пиццамыздың үстіне ағанда көрсеткендей екінші сырымызды саламыз. Одан кейін көп отқа қоймаңыздар. Где-то 2-3 минут қойсаңыздар жетеді. Сырымызды салып біттік. Енді осыны қайтадан пешке апарамыз. Пешкеге салып, тағы бір пісіріп аламыз. Мінекей пиццамыз дайын. Барлығыңызға ас болсын. Жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркелуді, комментарий қалдыруыңызды өтінемін. Ұмытпаңыздар, қолдап кетіңіздер мені. Балдар жегенге де ыңғайлы, өте нәзік болып шықты. Барлығыңызға жасап көруге кеңес берем. Ас болсын.